Мына тырнақ боялған әйелдер дәрет алады ғой, мына эмульсия, краскадан су өте ме, өтпей ме? Сенде дәрет жоқ. Дәрет жоқ, намаз оқыма сен. Дәретсіз намаз оқуға болмайды. Ер адамдар, стройк істеп жатсыз ғой, қолыңа именно мына парыз жерлерге краска тиді ма? Татуировка, ручканың сызығы еш нәрсе емес. Татуировка ол терінің ішінде. Ручкадан су өте береді. Именно краска тиетін болса, ана красканы кетіру керек болады дәрет алу үшін. Ал мына тырнақтан су өтпейді ғой, ана лактан. Сізде дәрет жоқ. Әсіресе не, бұл жүніп болады. Демалысқа шығады. Әйтеуір бір бәле болады, әйтеуір. Білмеймін, үйінде жүріп, күйеуімен күресіп қалады, үйтіп қалады, бүйтіп қалады. Барады да ғұсылданып келеді. Ғұсылдың шарттары қандай? Ауыз шаю, мұрын шаю, дененің толығымен иненің ұшындай жерге дейін су тигізу ма? Мынау иненің ұшындай жер емес қой, мынау 10-20-сы. Ода ғұсыл жоқ ода. Оны бір апта бөшкеге тық қойсаң да ода ғұсыл жоқ ода. Келетті намаз оқиды, Құр'ан оқиды. Ал Құр'анды Алла Тағала айтады: «Иннаху ла Құр'анун карим фи китабин макнун ла ямассуху иллал мутаххарун». Құр'анды тазалардан басқалар ұстамасын дейді. Ғұсылы жоқ адамға Құр'анды ұстауға болмайды. Ол ұстап алады да Құр'ан оқып отыр да. Ең соңғысын айтайын. Зере әжеміз Құнанбайды дәретсіз емізбеген әйелдер, аналар, баланы дәретпен емізу оның ақылына әсер етеді екен. Ол әйел еш қашан баласын дәретпен емізбейді да, өйткені ол дәретім бар деп ойлап жүр ғой ол. Бізде жақында бір әйел қайтыс болады. Адам қайтыс болған кезде не істейді апа? Жуындырады, Алла разы болсын. Жуындырады. Бұл адам ит емес өліп жатқан. Адамды жуындырады. Жақын адам кіру керек оған. Не үшін? Өйткені аямай жуу керек оны. Бүйтіп алыстан қимай. Аямай жуындыру керек. Оны отырғызып, ішіндегі нәжастарын шығарып тастап, оны жиркенбей жуып тазалау керек. Оны егерде ішін тазартпай, оны ана кебіндеп көтеріп келе жатқан кезінде ана дене қимылдап, одан егер нәжас шығып кететін болса, ол хайуан емес қой, ол нәжаспен оған жаназа оқылмайды. Қайттан оны ашып, ана нәжас тазартады. Ана нәжас деген кебінді ауыстырып, тазартып оқиды, дұрыс па апа? Оны тазартып, дәретпен шығарып салады Құдайдың алдына. Бізде бір әйел қайтыс болған кезінде, анау жууға кіргендер жыпыр. Сонда сіз сияқты, өздеріңіз сияқты үлкен апа не болды деп кірсе, мынандай тырнақ жалғап қойған екен да. Қосымша тырнақ жалғайды екен ғой бүйтіп. Сон не істерін білмей жатыр да. Ана әйел кіргенде ыстық қайнаған, сұрогы бар екен ғой. Ыстық қайнаған су алдырғанда, ана ыстық қайнаған суға батырып ананы қанын шығарып сындырып апты саған. Неге? Өйткені бұл адам Құдайдың алдына дәретсіз кетпеу керек ол. Ал анамен өзіңіз ойлаңыз. Бояйсың қолыңды. Бұл туысқандарымызда бар ғой, ең жаманын айтайын. Соны көріп тұрып, қойш бәлесінен аулақ. Бір бәле десең, бір бәле дейді, түсінбейді, өзіңе сөйлейді деп, құр басыңды бәледен алып қаштың ба, сен онда эгоистсің. Жексұрын болсаң бол, ескерту сенің міндетің. Жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару, тек қана Нұралы ұстаздың міндеті емес ол, имамның ғана міндеті емес, имандының бәрінің міндеті. 40 парыздың ішінде жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару парыз. Талай адамдар көріп жатыр қой, талай адамдар, әсіресе 60-тан асқан апалар тырнағын бояп алғанда, мен айтам, саған ешкім қарамайды ғой, сен болды ғой, сұрауың өтіп кеткен ғой сенің. Немене бояп жүрсің, сен немене тағы да Д'Артаньян іздеп жүрсің ба? Сен одан да бата беретін заманға келдің ғой, сен уже. Шашын фиолетовыйға бояп алып бүйтіп жүрген әйелдер да. Апа, сен бата беретін, өнегелі сөз айтатын жасқа келдің ғой, неге тырнағыңды сөйтіп тырнағын бояп алғандарды, егер жаңағыдай апа білімсіз біреу болып қалып ше, сол күйде жуындырып шығарып саласа ше, 50-60 жыл өмір сүріп, Құдайыңның алдына дәретсіз барасында. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Ғұсылсыз, дәретсіз өлген адамның жаны, рухы, иісі сасық болады. Оны періштелер, мынау сасық қандай рух деп әр аспан әлемінде сен тасы деп бірін-біріне лақтырып қашат дейді.
Ал ғұсылы бар, дәреті бар адам өлсе, оны айтады екен. Мынау қандай хош иіс, және оларды осы дүниедегі жақсы аттарымен еске алады екен. Сөйтіп, мен апарам деп, періштелер ол рухты тасуға таласады дейді. Сонша өмір сүріп, Құдайымыздың алдына дәретсіз кеткеннен жаман не бар апайлар?